Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған 9-шы зертханалық жұмыс мырыштың сұйытылған тұз қышқылыменен әрекеттесу реакциясы тақырыбындағы зертханалық жұмысымызды жасаймыз. Бұл зертханалық жұмысты жасау үшін бізге керекті құрал-жабдықтар мен реактивтер. Сынауық қажет, тамшылыр қажет, тұз қышқылы ерітіндісі қажет және мырыш қажет. Сонымен тәжірибемізді бастаймыз. Мырыш түйірін бір түйірін алып, сынауыққа саламыз. Оның үстінен сұйытылған тұз қышқылы ерітіндісін құямыз. Сұйытылған тұз қышқылы ерітіндісін арнайы тамшыларменен аламыз. Сөйтіп 1-2 миллилитрдей құямыз. Яғни пробиркада, сынауықта реакция жүріп жатқандығын газдың бөлінгендігі арқылы көруімізге болады екен. Яғни мырыш сұйытылған тұз қышқылыменен өте шабытты әрекеттесіп жатыр. Нәтижесінде сутек газы бөлініп жатыр. Мырыш пен тұз қышқылы әрекеттескен кезде орын басу реакциясы жүреді. Яғни мырыш хлориді және сутек газы бөлінеді. Реакция өте қарқынды жүріп жатыр. Бұдан қорытындылайтын болсақ, яғни өте активті металдар және активтілігі орташа металдар сұйытылған қышқылдармен әрекеттесіп сутек газын бөледі екен. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сендерге барлығы да түсінікті болды деген ойдамын. Қош, сау болыңдар.